Успанова Сауле Умбеткалиевна, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушысы. Сабақ тақырыбымыз эскиз тетікбөлшек сызбасы. Эскиз тетікбөлшек сызбасы тақырыбында 12-ші графикалық тапсырманы орындаймыз. Бұл жұмыстың мақсаты эскиз орындау ретімен танысу, тетікбөлшек эскизін өзіне қарап салып үйрену, сызу өлшеу құралдарын және анықтамалық әдебиеттерді қолдана білу. Эскиз дегеніміз пропорцияны сақтай отырып, көз мөлшерімен қолдан орындалатын жұмыс. Эскиз деп өндірісте тек бір ғана пайдалануға арналған конструкторлық құжатты айтады. Эскизде нәрсені сызу аспаптары көмегінсіз қолдан көз мөлшерімен пропорцияны сақтай отырып, өзара перпендикуляр жазықтыққа тікбұрыштап проекциялау әдісімен кескіндейді. Эскизде масштаб болмайды. Эскиз өмірде кең түрде пайдаланылады. Оны басқа пәндерде қолданады. Мысалы, физика, химия, геометрия пәндерінде лаборатория құралдар және аспаптардың эскиздерін салуға тура келеді. Эскиз жалпы техниканы меңгеруге әсерін тигізеді. Эскизді миллиметрлік қағазға, торкөз дәптер бетіне салу қолайлы. Сызықтар жұмсақ карандаштармен жүргізіледі. Эскиз орындау реті. Тетікбөлшек эскизін мынандай кезеңдерге бөліп орындау тиімді. Алдымен тетікбөлшектің пішінімен танысу. Тетікбөлшек кескіндерінің жеткілікті санын анықтау. Эскиз салатын пішімді таңдау. Таңдап алынған пішімді эскиз салуға дайындау. Кескіндерді пішімге алдын ала орналастыру. Тетікбөлшектің көріністерін жіңішке сызықтармен салу. Тетікбөлшек кескіндерін салуды аяқтау. Шығару және өлшем сызықтарын жүргізу. Сызбаға түсірілетін тетікбөлшектің барлық өлшемдерін өлшеу аспаптары мен құралдарын пайдаланып анықтайды. Тетікбөлшектің эскизін салуды аяқтау. 12-ші графикалық жұмыс тақырыбы тетікбөлшек эскизін орындау. Тетікбөлшек эскизін орындау үшін автоматты жобалау жүйесі компас 3-ті бағдарламасында 3 өлшемді моделін құрастырамыз. Ол үшін X, Y жазықтықты таңдап, геометрия панелінен 4 бұрышты алып, жазықтыққа сызамыз. Осы 4 бұрышты сығып шығару операциясын қолданып, қатты денеге айналдырамыз. Бұл тетікбөлшектің бір бөлігі. Осы бөлікке екінші элемент қосамыз. 4 бұрышты бетіне сызып, сығып шығарып алып, оны қиып, тесіп өтуіміз керек. Биіктікті 50 мм аламыз. Міне мынандай біз модель алдық. Енді осы модельге әртүрлі амалдар орындауға болады. Екінші бөліктің, мысалы, жоғарғы бір қырын алайықта, оған фаска жасауға болады, немесе дөңгелетуге болады. Бұл жағдайда біз радиусы 13 мм дөңгелетеміз. Екінші қырды осы радиуста дөңгелетеміз және астыңғы екі қырды радиусы 9 мм дөңгелету орындаймыз. Екінші қырында радиусы 9 мм дөңгелетеміз. Міне осындай модель құрастырдық. Келесі екінші бөліктің бетіне цилиндр сығып шығарып, оны түгел өткерме кесіп өту керекпіз. Ол үшін көмекші сызық көлденең және тігінен жүргізіп аламыз. Шеңбер алып, осы екі көмекші сызық қиылысқан жерден радиусы 12 шеңбер жүргіздік. Ол шеңберді қатты денеге айналдырамыз, яғни цилиндрға. Мынандай цилиндр алдық. Енді осы цилиндрді ортасынан ойып кесу керекпіз.
Ол үшін шеңбер алдық. Шеңбердің радиусын 7 деп алып, қию операциясы арқылы түгел кесіп өтеміз. Осы цилиндрдің айналасына, осы бетіне тағы да 3 шеңбер сызып, оларды қиып өткерме кесіп өтеміз. Ол үшін тағы да көмекші сызық жүргізіп аламын. Шеңберді радиусы 3 және бергі жағынан радиусы 3 және шеңбер цилиндрдің үстіңгі жағынан тағы да радиусы 3 шеңбер сызамыз. Осы шеңберлерді қию операциясы арқылы кесеміз. 3 шеңберді қиып кесіп өттік. Келесі бірінші бөліктің бетіне тағы да 2 шеңбер сызып, оны да кесіп өтеміз. Ол үшін тағы да көмекші сызық жүргіземін. Көлденең және тігінен шеңбер алып, шеңбердің радиусы 4 сызып, оны кесіп өтеміз. Операция вырезания арқылы кесіп тастадық. Мынандай бізде модель шықты, тетік бөлшек. Келесі тапсырмаларыңыз осы тетік бөлшекке қарап, алдыңғы көрінісін, үстіңгі көрінісін және сол жақ көрінісін сызып, эскиз орындауыңыз қажет. Өлшеп көз шамасымен. Мына тақтада сіздер жаңа компас 3D бағдарламасымен автоматты жобалау жүйесінде құрастырған модельдің кескінін көріп тұрсыздар. Модельдің өзіне қарап, жұмысты миллиметровкаға немесе торкөз дәптер 2 бет қағазға тігінен алып, жұмсақ карандашпен тетік бөлшектің 3 көрінісін проекциялық байланыста орындаймыз. Тақтада 12-ші графикалық жұмыстың үлгісі көрсетілген. Тапсырмаға әдістемелік нұсқау. Торкөз дәптер бетіне немесе миллиметровкаға жиек және негізгі жазуды сыз. Негізгі жазу өлшемі 185-55. Негізгі жазуды сызба қарыптарымен толтыр. Әріптерді қолдан М карандашымен орында. Тетік бөлшек 3 көрінісінде проекциялық байланысты сақта. Көріністердің сызбада орналасуы. Алдыңғы көрініс, басты көрініс фронталь жазықтығына XOZ осіне орналасады. Үстіңгі көрініс горизонталь жазықтығына XOY осіне орналасады. Сол жақ көрініс профиль жазықтығына ZOY осіне орналасады. Жаңа тақырыпты бекіту сұрақтары. Эскиз дегеніміз не? Эскизде масштаб болады ма? Эскиз салудың кезеңдерін ата. Үй тапсырмасы. Сызылған тетік бөлшек 3 көрінісінде фронталь, горизонталь, профиль тіліктерді штрихтап көрсету.